көп сөйлемейді. Енді бұған да себеп бар. Ақын жазушылардың алдында именіп сөйлейді, ғалымдардың алдында жасқанып сөйлейді. Осы шын. Бірақ енді осында отырып, мен де бір құлыққа бастым, айласын таптым. Мынау Геббельдің тамаша сөзі бар екен. Жазушының бір-ақ ұстазы бар дейді. Ол оқырман дейді. Осы оқырманның артынан сөйлейін деп тұр маған. Мынау жаңа Темірбай ағамыз айтты ғой, алтын жүрекке шығарып. Бағана Елена Әлімжанға айтып жатыр, қолыма ұстап тұр, мына кітап маған ерекше ұнады. Шіркін-ай, шіркін қолымда болса, осы кітапты мемлекеттік сыйлыққа ұсынар едім. Сол кезде бүгінгі кештің авторы Анажар кітабын кеудесіне басып, мынаны неше еді? Мынау қандай еді дейді. Сол кезде ойлап тұрғанда авторға енді әр кітабы өзінің ішінен шыққан баласы ғой, бірақ ішінен жақыны Анажарына беріп қалдым. Мен осы алтын жүрек жырын оқып отырып, бағана Елена ағамызға айтып отыр, мекемдас танудың негізгі салдыңызға бар. Енді мен осы кітапты оқып отырып, мен оқырман ретінде айтамын деп отырмын ғой. Кейбір абзацтерге 2 рет, 3 рет, 4 рет оқуға тура келді. Мен сол сөздерді жаттап, көңіліме түйіп алдым. Автор айтады, бүгінгі қоғам Абай өлеңіндегі Аллаға, адамзатқа, әділдікке деген махаббаттан мұқтаж дейді. Алтын жүрек шығармасының ішінде айтады. Қараңызшы, автор осыны айтып отыр, енді осының емінде түсініп отыр. Адам дейді, жаратушыға жақындаған сайын дейді, оның жүрегінде имани гүл-гүлдейді дейді. Кімде-кімнің жүрегінде имани гүл-гүлдейтін болса, сол жүрек ұлы махаббатқа толы болады дейді. Қараңызшы. Қалай көз жүрді оқып шығасың? Жаттап алуға тура келеді. Шын, бүгінгі қоғам автордың өзімен былай да, осы алтын жүрек шығармасының ішінде мынандай бір цитата келтіреді. Ақтай Ахмидің сөзін келтіреді. Бұрынғы би дейді, жақсыларды құдай етіп еді дейді. Ал ендігілер дейді, Қытай мен орысты қылады дейді. Шындық қой. Шындық. Бүгінгі қоғамның жарасын, ауруын дерін бетке шығарып отыр. Осы шығарманы оқып отқан ішінде тағы да менің бір көңілге тиіп жаттап алған соң. Ұлт тарихын жасқанып айтатын, сен не деген бейшара ұстаз едің дейді. Сол тарихты оқуға тиым салынған, біз не деген бейшара мәңгі ұлттар едік дейді. Қараңызшы, қандай керемет сөз. Жалпы өзім ұстазбын, кейде оқушыларым айтады, осы құндылық дегенді соңғы кезде бір тренд қылып алдық қой. Ағай, басты құндылықтар не дейді? Мен осы кезде қосылып қалдым. Алтын жүрек шығармасын оқып отырып, осының ішінде автор айтып береді. Ұлт құндылықтарының ішіндегі ең бастысы дейді, ақиқат пен әділдік, адалдық пен ізгілік дейді. Ал осылардың бастауында дін тұр дейді. Авторымыз айтады. Қандай керемет сөз. Қандай керемет сөз. Елена қазақтарға тамаша сөз бар. 10 адам жүрсе, із қалады. 100 адам жүрсе, соқпақ болады. 1000 адам жүрсе, жол айырылады. Сіз осындай кітаптарыңыздың арқасында ізіңізден мыңдаған адамды ертіңіз. Елена аға, Бақытжан ағамыз айтты, ел ағасының жолымен жүрсек, жабыстаймыз. Рахмет. Бәрекелді аға. Енді бірі білсе, бірі білмес